Ол мына жолды салардан алдын, техусловия алардан алдын, жолды бірінші өз меншігіне аударып алмай ма? Жоқ, мен жаңа айтып жатқаным ғой, елді мекен шегіне кірмеген жерге жол саламайды деп айтып жатқаным. Ал кісілердің айтып жатқаны салынды деп жатыр да. Енді дұрыс салынып кетті дейді. Мына үйге де ғой, мына үй мен, мына жол. Ояғын енді көреміз. А бірақ енді мына жерде бақеда, менің ойым, жаңағы азаматтар, мен жаңа біздің отыратын жеріміз аудан әкімшілігінің площадь бар ғой, сендер білесіздер ғой. Сол жерде әкімдіктің жанында 2 этаж бұрын Казкоммерцбанк болғанын білесіздер ма? Казначейство сол жерде 2-ші этажда отырамыз мен телефонын беріп кетейін, аты жөнім айттым ғой, Нұржан Кулкеев. Ләжім болса егесін ертіп келіңіздер. Біз қазір сіз тыңдаймыз да, келе жағы бәке, ау егесі басқа нәрсе айтып кетеді да. Сол үшін бірге отырып, бәке бұны заңдастырудың бір жолы, анау азамат жерінен өз еркімен бас тартқан жағдайда, жаңа айттым ғой, 2800 ауданда үй заңдастырылып жатыр деп. Соғылып тұрып қойған үйді заңдастырамыз. Алла бұйыртса, оны үйто жаңағыда суретке түсіріп, көршілеріңізден жер дауы жоқ деп, шекарасын біреудің жерінен заңдастырып қойып, басқа бір беріп қойғасын зерттеліп қорынады. А бірақ жаңа үй соғылмайды. Енді жаңа үй соғылмайды. А егер ол бермейтін болса, ол амал жоғын сотқа бересіздер. Егер өзім мен мына жер, мен бас тартпаймын, Аллахы біләхи, әкем ақша болған, енді бүйтіп қарап тұрсам, о да бір жағынан былай адамгершілікке жатпайды. Әкесін мен естім, тәкір бәрін айтқан өткенде, есіме де түсіп жатыр ғой, ақшасын берген екен. Енді о дүниелік өткен әкесінің несін неғып, чересурын перешак өтті, адамгершілік қасиеттен де сәл еткен шығады. Енді ол шли ондай емес шығар деймін да, шама-шарқымыз келсе біз де түсіндіріп айтайық оны. Мына кісілер бекерге шымылдамайды. Сен әкең бір бәле амаса бермейді ғой. Әкең әруағы тыныш болсын, не қыласың өйтіп? Иә, лучше давай деп айтып, біз оған әкімдік ретінде, жер қатынастар бөлімі ретінде орнына күйіп қалмас үшін, бірақ только үй соғылғандарға айтамын. Соғылмағандар емес, 15 участка қанша өкіметке берсе, заңдастыруға, сонша жер тауып беруге әрекет қылайық біз оған. Орнына. 3 гектар ғой, 1 гектары үй соғып қойғанда, бұлар шығындар деп отыр ғой. 1 гектар сен бер өкіметке, бас тарт қосақтыңды. Әрқайсына заңдастырып берейік. Хорошо, өткен нәрсе өтті, кетті, бұл ақшасын бер. Сенің орнына сол 1 гектарыңды біз тауып берейік деп, орнына заңмен 1 гектар тауып беріп. Яғни жаңа Құдайдың өкіметтің заңына ендіру үшін алдында жаңа адамгершілік заң, Құдайдың заңында айтып, орнына о да минусқа кетпесін адам ретінде. Сіздерге бас тартқан частына жер тауып берейік. Ұсыныс айтайық. А бірақ учасканы, жаңа айттым ғой, 2800. Ауыл әкімін мен айтам, желе келеді, жер маман Тойлыбай, кімдер келеді да. Бірақ қағанды бос учаскаларыңыз, бос жерді үй соғылмаған, күдеріңізді үзесіздер оны. Алдандыңыздар, оны я сотқа бересіздер, я Алладан көресіздер, өздеріңіз білесіздер. Заң бойынша қазір өткен аптада ғана бардық, жаңа Сарыағашта Бәкеммен сөйлесіп кетіп жатыр. Осындай өз бетінше соғылған үйлердің бар фундаменттерін бұзып жатырық. Келеміз, ешқандай құжаты жоқ. Қалада да бар. Міне Сарыағаш қаласында мен өзім 3-іне 4-іне қатыстым. Ағайындар сондайда, міне бізге дейді халық деген сатып кеткен. Халық кім? Халық бірақ өкінішке орай халықтың адамның аты ол. Сарыағаш қаласында бұдан 6 жыл бұрын ба жер маманы болып істеп кеткен, земельный инспектор болып 6 жыл алдын босап кеткен. Сол бетке берген дейді. Ол босағанына 6 жыл болды, біз қаяқтан білеміз дейді. Жаңа көлікте келатқан екеуміз сөйлесіп кеттік қой. Полицияға айтсаңыз, осылардың біреуін іліп алып, түсінігін алып тарта берсең, ар жақ шығады. Ол өкіметтің айналасындағы адам болып шығады. Ол фундаментті, мен айттым ғой, жаңа сол әкімшіліктің жанында, земельдің жанында жүрген адамдар. Өзінен өзі бұлар алып ойнаған істей алмайды. Фундаментті құйғырған енді Рүстем болса, соны не қыласыздар, арыз жазасыздар, енді амал жоқ күйген үшін. Енді үй соғу қазір заманда оңай емес ол. Соғылып қойған үйді заңдастырып беруге біз жұмыс жасаймыз аудан тарапынан. Алла разы болсын. Жерін ананың бірінші адамгершілік бойынша ләж болса енді мен іздеп жүрмейін, оны танымаймын да мен Нұрханды да. Әкесін көрген ертіп келіңіздер. Ертіп келіңіздер. Мен шама шақырып келгенше айтайын. Шақырдым ма, сөйтіп жерін берсін, біз оған орнын айттым ғой, замен берген жеріне жер тауып беруге әрекет қылайық, я болмаса басқа жағдай варианттарын айтып нетейік оның. Мына бау соңғы ма или басқа ма? Жоқ, бұл басқа жер. Мына жерде басқа адам. Басқа адам. Оның жаңағын бәрін айтайық. Бүгінге дейін қаяқта жүрдің, мақсатың только ақша істеу ма? Ондай болатын болса, өзі жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Тартылып кетуі мүмкін. Өз меншігін пайдалану керек қой. 10 жылдан бері бос жаттым. Нерде ештеңе істеген жоқ. Огород еккен жоқ, малда баққан жоқ берге. Бұл кісінің айтпақ болып жатқаны мынандай ғой. Қазір аударып берсем бола ма? Осыншама жыл негіздік мақсатта пайдаланған жоқ. Неге өкіметтің меншігіне алып қоймадыңыздар? Қазір Тоқаев көтеріп жатқан уран бойынша деп жатыр. Сондай ма ойыңыз? Ол енді дұрыс, біздің кемшілік. Мен мойындаймын. Заң бойынша. Бірақ жаңа хронометражға тапсырылымда барма бұрынғылар, бұл ауыл шаруашылық негізде істеп жатқан жоқ екен. Оның бәрімен қағаздарды көтермей, қазір есімде на память айта алмаймын. Бірақ біз беріп тұрамыз да, опять ол
біз ала алмаймыз, оны инспекцияның құзыры. Бірақ инспекцияға беретін біз, инспекция білмейді оны. Біз сарайшылық не отқан қаяқтан білеміз дейді. Инспекцияға біз беруіміз керек. Жаңағы жақсы ақсақалдың баласына оны да уәж қылып айтуға болатын шығар. Айналайын, мына халықтың бәрі куәлік көріндіреді ертең. Мына жерді пайдаланбағаның анықталады, алып қоямыз босқа. Мен оның бәрін түсіндіріп айтамын. Жаңағы адамгершілік Құдай заңымен өзіңізде. Қалған жеріңді инспекцияға берсек, бірінші очередь штраф алады. Жоғалтпайсың, біз саған жер беремін деп отырсыз. Орнынан жерінен жоғалып қаласың. Бұл барыңнан жоғалып қаласың. Айтып отыр ғой, ескектердің бәрін емес, үй соғылып қойған жер. Үй соғылып қойған жер. Сөйтіп бұны елді мекен шегіне енгізу керек. Елді мекен шегіне енбесе ауыл әкімдігі заңдастырамайды. Оны біздің жұмыс. Енді ауыл әкімшілігімен тығыз жұмыс істеп істелеміз. 2800 үйді заңдастырып жатыр екен. Аудан бойынша 2800 үйді заңдастырып жатыр. Қарабұлақ алды деп сіздер алға шығып кеттіңіздер. Официально бер десеңіз береміз. 2781 бәле шықты ғой. Сұраңызшы, келсеңіз жақынырақ. Жақынырақ келсеңіз. Жер қатынастар бөлімінің басшысымын. Қазір жер комитеті деген жоқ, бұрын болған, қазір мен басшысымын, бөлім бастығымын. Енді осынша жерге жаңындегі қожа кісі налог төлейді ма, или төлеген ба? Төлеуге міндетті. Төлеу керек. Ол осы уақытқа дейін бұл жер документсіз, заңсыз жатқан жер. Қожаның атында бірақ. Ал оның налог төлеген сіздер қадағалайсыздар ма? Ол налог қадағалайды ғой. Салық комитеті бар, өзінің несібілері бар. Енді құжатсыз емес, соның атында деген сол құжаты болғаннан кейін соның атында болады ғой қарындас. Жоқ, оның атында болғанда ол қожа кісінің, жаңа Рүстем ғой, ол кісінің атында негізінде документ болмаған. Баласы енді істеген. Егер соны болмаған сіз білетін болсаңыз, соны сотқа беріп алып қоя салмайсыз ба, болмаған білсеңіз? Тоқтаңыз, мен оны білмеймін. Енді сұрайын да. Иә. Соны бізге ол қожа кісі сатты да тез-тез үй салыңыздар деді. Ләжі барынша тез-тез үй салып, үй көтерсеңіздер. Қожа кісі деген жаңағы марқұм болған кісіні айтып жатсыз ғой. Марқұм болған кісіні айтып жатырмын. Үй салыңыздар деп бізді асықтырды да, біз үйді салдық та, осы жерде тұрып жатырмыз. Газ кіргізейін десек, елді мекенге кірмеген дейді. Иә. Егер де үй толық салынса, елді мекенге кіргіземіз, тездетіп үй салыңыздар деген. Кім айтқан? Рүстем кісі айтқан. Енді онысына рахмет мейлі, бізге көмектескені или не шығар деп өзіміз ойлаймыз да. Қателесесіз. Ол сізді алдағаны. Ол жаңа ақша алу үшін сізден сөйтіп айтады да. Заң бойынша Рүстемнің, мен сөзіңізді бөлім кешірім сұраймын да. Бұл қарындас ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер да. Ол сөйтіп сізге үй соғуға сатамайды. Сату үшін бұны әкімшіліктің балансына беріп, әкімшілік келіп. Шынды айтқанда қазір көп даулар келеді да. Бақеда, біз үй соғып қойдық дейді, шығатын жолымыз жоқ дейді. Барсаң үшін христианскийдің егелері жаңа тура сіз айтқандай, ол сіздің сеніміңізге кіру үшін, сізден тезірек ақша алу үшін, тезірек үй соқ ойбай дейді мінерген дейді. Соқпасаң ертең болмайды. Ертең қазір мына қараң, егер архитектураның земельдейдің заңдары бойынша міне көше түскен, көше параллельно түседі. Ертең сіз қайерден кіріп шығады? Мынау сіздің үйіңіз қайсы, қарындас? Қайсы мына қызыл кіріш алма? Кішкентай времянка. Қады көрсетші оператор ары қарай. Ана времянка ар жағында. Соған кіріп шығатын жолыңыз бар ма? Ертең сол жолыңыз. Жол қайдан кіреді? Мынаған параллель тағы бір көше бар ма ар жақта? Бар болған жақсы, кейбір жерлер сөйтіп ортада қалып кеткенде әр үй сол христианскийді егесі келгенде бөліп адамдарға сатып жіберген. Мұғалімсіз ба, не істейсіз? Мұғалімсіз ба? Иә. Енді қарындас болатын шығарсыз. Енді күйеуіңіз бар ма, жоқ па? Негіз ақылдасып алыңыз да бұндай құжаттарды. Ана сіздер өкінішке орай сәл алданғансыздар. Рүстемге рахмет деп жатсыз ғой. Алданғанымызды енді біліп тұрық қой біз. Иә, біліп тұрық. Енді ол үлкен кісі жер сатам, жерім бар деді. Біз сатып алдық мысалға да, тегін алған жоқпыз. Ақшасын санап бергеннен кейін үй салуға кіріскенбіз мысал үшін ше. Бірақ қараңыз. 500 мың алғам. Сол бір ақша бергеніңіз туралы бір қағаз бар ма? Шешім берген. Жоқ, 500 мыңды Рүстемге бердіңіз. Жоқ, онда еш нәрсе жоқ. Онда еш нәрсе жоқ. Біз әкімшілікке де бардық мысалға. Әкімшілікке бардық. Әкім отыр ол жерде да, мысалға. Қарапайым халықтың арқасында әкім болып отыр. Қарапайым халықтың арқасында депутат болып отыр мысалға. Ауылдың биі да осы ауылдың адамдарының арқасынан сайланып отыр да. Осы уақытқа дейін біз жүгіріп жатырмыз. Қайқа барарымызды білмей. Бәрінен көмек сұрап жатырмыз да. Айналып келгенде қарапайым халықтың аузын жауады. Не үшін? Осынша адам шаңырақ көтеріп осы жерде үй бол, жаңа Қазақстан сонда қайқа кетіп жатыр. Саясатқа өтпей қояйық. Саясатқа өтпей қояйық, негізі мен түсіндіріп жатырмын. Сол ғой, мен түсіндіріп жатқаным. Әкім не қыламыз? Жерінің түсінікті бәрін айтты. Біз кімнен көмек сұраймыз? Жоқ, мен саясатты айтып көрсете алмаймын, рас айтамын. Тыңдамаған кейін сізді шақырып тұрған жоқпыз ба? Дұрыс қой, шақырып жатсыз. Бірақ саясатын өтпей қойық ары қарай. Бұл кісі айтты ғой бәрін. Проблемаңыз айта бер деп жатыр да бәкең. Менің проблемам сол ғой енді, осындай жағдайға түскенде кім шешіп береді деп жатырмын. Айтып отыр ғой. Жаңа да шешімін айтты. Жаңа айттым, сіз қарындас, енді сізді түсіндіре алмаған шығармыз сізге. Бұл мен жер қатынастар бөлімінің басшысымын дедім, тағы айтамын. Бұл мәселені мен өткенде облыс әкімі келгенде жаңа кімнен
менен естідім ауылдың биі тәкір мен зәкір тағы бір 2 апай береді тоже сіз сияқты ақ көйлек киген мұғалімдер еді